Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Бүгін сіздерге мен мынандай әдемі қазақ халқының тағы бір тағамын, қамыр тағамын, қазы мен жылқының еті қосылып жасалатын тағамды көрсеткен бар. Нарын тағамы. Бұрын менің каналымда нарын тағамы бар, бірақ ол жолы сәл ірілеу турадыңыз, қолмен үйттіңіз, бүттіңіз деген сондай критика көбейіп кетті. Сондықтан мен қайтадан әдемілеп өзімнің отбасыма дайындаған нарынды көрсеткім келді. Қазір сіздермен біз болып, қазір осыны жасап көрейік. Бұл керемет тағамды дайындау үшін бізге керекті азық-түлік. Бірінші кезекте ет керек. Ет болғанда жылқының еті керек. Жылқының еті болмаса нарын онша тәтті бола қоймайды. Сосын мынау қазы керек. Қазыдан бір 300 грамдай қазы алдым. Себебі менің отбасыма өзіме жасалып отқаннан кейін аздап алдым. Мынау бір килодай ет, жылқының еті бәрін қосқанда. Сосын мына кішкентай ғана мынау бір стакан суға жұмыртқасын қосып, тұзын қосып, қамыр илеп аламыз. Болды. Қазір ол етті әдемілеп қазанға салып алайық. Міне қазанға салып жатырмыз. Міне. Енді қазір қайнап шыққаннан кейін көбігін аламыз. Тұзын салу керек. Тұзын бірақ қайнап болғаннан кейін барып көру керек. Қазаның, жылқының етінің тұзылған тұзы шығуы мүмкін. Сондықтан күте тұрыңыз. Қайнағаннан кейін, қайнап шыққаннан кейін отын жай қойып, 1-2 сағаттай қайнап міне. Қайнап шығып жатыр. Енді бұны көбігін әдемілеп алып кетіңіз. Сосын кейін астына жай қойып, 1-2 сағат қайнатыңыз. Керемет жұмсақ ет болады. Иісі де, дәмі де керемет. Сонан кейін көреміз. Міне қаттылау қамыр илеп қойдық. Қазір бұны жауып қоямыз. 1,5 стакан ұн кетті. Біраз тынып тұрсын. Етіміз қайнап жатыр. Міне 2 сағаттан астам уақыт әдемі қайнады. Етіміз бұлжырап, әдемілеп пісті. Оны алдық, қазір суытып алуымыз керек. Енді мына сорпаны қараңыз. Менің каналымда сорпа тазалау деген бар. Мына қылғыбырдың бәрін әдемілеп, басқа қазанға салып, әдемілеп сорпаны тазалап алуымыз керек. Ет суығанша. Міне сорпасын тазалап, әдемілеп, басқа кеңдеу қазанға құйып, сорпасын көбірек қып құйдық. Қайнаған су құйдық. Қазір оған қамыр салуымыз керек. Міне ет майдаланып, туралып жатыр. Мына үйде ағаларым өзі нарынды жақсы көргесін өзі турайды. Міне көріңіз қандай әдемі қып, майда қып турап жатыр. Міне. Енді ол екі ортада қамырды әдемілеп жайып қойдық. Ол қамырды кәдімгі ет асқандағы қамыр емес, одан сәл қалыңдау болып жайылады, себебі бұл туралады. Қазір сәл қаязып тұрсын, сосын салып аламыз. Қамырларымыз міне қазанға келді, қайнап жатыр. Қазір 5-10 минут қайнайды. Сонан кейін аламыз. Міне қамырларымыз дайын болды. Енді қазір бұл қамырды біртіндеп алып аламыз. Аламыз да мынау дайын тұрған мұздай суға салып аламыз әдемілеп. Сосын мынандай табақтарға сала беріңіз. Міне қамырларымызды әдемілеп табақтарға жайып қойдық. Бұл қазір суып тұрады. Содан кейін майлап, әдемілеп мына табаққа саламыз. Сұйық маймен майлап. Біраз суысын. Майлаған, әдемілеп суыған қамырларымызды майлап табаққа сала береміз. Қазір бұл әдемілеп туралады. Міне қазір әдемілеп турап алу керек. Керемет тағам. Міне осылай турап ала беріңіз. Міне майдалап туралып жатыр. Алдыңғы жолы менің каналымда нарын бар.
ол жерде сәл ірірек турапсыз, кеспе қылып сала салса болмай ма деген сұрақтар болыпты. Сондықтан мына қараңыз, қандай әдемі болып туралып отыр. Оған өткір пышақ керек негізі. Енді ең нарынның ең жақсы кезі, сондай осы кезеңді мен жақсы көрем, аяқ жағы. Енді осыған етімізді араластырамыз. Кейбір жерлерде бұл жерде үстіне пияз қосып жатады осының арасына. Мен онша пиязды қосқанды ұнатпаймын. Сондықтан мен осы ет, кесілген қамыр, осының өзі керемет тағам болады. Қараңыз. Бір оны 2-3 күн жейміз оны, бір күн емес. Қандай керемет тағам болады. Диета ұстайтындар бұған сорпалап жейді оны. Біздің үйде ағаңларың құсап, сорпалап жейді. Ал көбісі үрмелеп деп айтады. Қазақта үрмелеп дегені жаңағы қою дегені. Қою түрі дастарханда тұру керек. Қалай жесеңіз де сондай. Кейбір жерлерде сәбіз қосады. Сәбіз қосқанда мен ұнатпаймын. Сәбіз қосып та көрдім. Кейбір жерлерде сиырдың етімен де жасалып жатады. Бірақ мен тауықтың да етін қосып атқандарды көрдім. Бірақ мен тек қана жылқының етімен қазысын араластырып жасаған дәмін жақсы көреміз. Ағаң бәріңіз біздің үйдің отбасы. Сондықтан біз осылай жасаймыз. Міне керемет нарын деген тағам дастарханға келді. Қараңыз. Еңбегі көп болғанымен ол соған тұрады. Сондай дәмді керемет тағам болып шығады. Біз мұны отбасымызда көп дайындаймыз. Ағаларың өзі жақсы көреді. Осылай құрғақта жіберсеңіз де болады, дастарханға қойып, көбінесе ауызашарда үлкен кісілерге, тісі нашар кісілерге қойылатын тағам. Сосын ойбай майлы болып кетті десеңіз, мұны сорпалап жеуіңізге болады. Бізде үйде ағаларымыз сорпалап жейді. Көріңіздер, осыны дайындап көріңіздер. Ойларыңызды ортаға салыңыздар. Бұрын жасаған нарын тағамым жөнінде көп әңгіме айтылып жатыр. Айтам десеңіздер тағы да айтыңыздар. Оның бәріне мен жауап беруге дайынмын. Астарыңыз дәмді болсын.